Сол күні аспан әдеттегіден ерекше түнерген еді. Әмина терезе алдында отырып сіңісі Аружанның шашын өріп жатқан. Үйдің іші хош иісті бәлішпен анасының жылы күлкісіне толы болатын. Әкесі жұмыстан ерте келіп, екеуіне ертеңгі демалыста қалаға баратындарын айтып қуантқан еді. Бірақ бұл үйдің соңғы бақытты сәт екенін ешкім сезбеді. Түн ортасында есік тарс-тұрс соғылды. Табалдырықтан аттаған учаскелік полицейдің түрінен ақ сұмдық хабар келгені белгілі болды. «Қарағым, Әмина», деді ол, «әкең мен анаң жол апатынан тірі қалмады». Сол сәтте 17 жасар Әминаның құлағы шыңылдап, дүние айналып кеткендей болды. Ол 10 жасар сіңлісін құшағына қысып, жан даусымен шыңғырды. Аружан түк түсінбей, тек апасының жүрегінің дүрсілін тыңдап, еңіреп жылай берді. Жерлеу рәсімінен кейін үйдің іші аңырап бос қалды. Туған туыс көп болғанымен, екі жетімге ешкімнің есігі айқара ашыла қоймады. Тек әкесінің ағасы Самат пен оның әйелі Гүлбану ғана келіп, «Қыздарды далада қалдырмаймыз, біздің үйге жүріңдер» деді. Самат ағасының көзінде мейірім емес, інісінің артында қалған мал-мүлкі мен үйіне деген суық жылтыл бар еді. Гүлбану болса Әминаның қолындағы анасынан қалған алтын сақинаға сұқтана қарап тұрды. Олар қыздарды алыс ауылдағы өздерінің ескі үйіне алып кетті. Жол бойы Гүлбанудың түсі суық болып, Әминаға бұйыра сөйлей бастады. «Ол жақта қаланың еркелігін ұмытыңдар. Жұмыс істейсіңдер. Біз сендерді тегін асырай алмаймыз». Әмина Аружанның қолын қаттырақ қысты. Ол қазірден-ақ алда үлкен қиындық күтіп тұрғанын сезді. Ауылға жеткенде күн батып, аспанды қап-қара бұлт торлап алған еді. Бұл олардың алдағы қорлық өмірінің алғашқы түні болатын. Таңғы сағат 5. Далада әлі таңсыз берген жоқ. Әмина мен Аружан ескі қораның ішіндегі шөптің үстінде бір-біріне тығылып ұйықтап жатқан еді. Кенет есік тарс ашылып, Гүлбанудың суық дауысы саңқ ете қалды. «Әй, жетімдер! Тұрыңдар! Күн төбеге шықты, сендер әлі ұйықтап жатырсыңдар ма? Мен сендерді мұнда тегін жатқызу үшін әкелген жоқпын». Гүлбану қолындағы мұздай су толы шелекті Әминаның үстіне шашып жіберді. Суықтан тұла бойы тітіркенген Әмина атып тұрды. Сіңлісі Аружан қорыққаннан жылап жіберді. «Жылама», деп ақырды Гүлбану. «Бүгіннен бастап бұл үйде жылаған адамға нан жоқ. Әмина, сен сиыр сауасың, сосын қораны тазалайсың. Ал мына кішкентай неме қаздарды бағат. Түсінікті ме?» Әмина қарсы келгісі келді, бірақ Аружан әлі кішкентай, оның үстіне мектепке бару керек. Гүлбану қарқылдап күліп жіберді. «Сендердің мектептерің осы қора. Самат ағаң екеуіңнің құжаттарыңды ауылдағы мектепке өткізген жоқ, керек емес». Сол сәттен бастап қыздардың нағыз құлдық өмірі басталды. Күні бойы бел жазбай еңбек еткен Әминаның қолдары күстеніп, нәзік саусақтары жарыла бастады. Ал кішкентай Аружан кешке дейін суық су кешіп қаздардың соңында жүрді. Кеш батқанда Гүлбану оларға тек бір тілім кепкен нан мен қара су берді. Өздері төрде ет жеп, шай ішіп отырғанда қыздарға ас үйге кіруге де тыйым салынды. Түнде Аружанның ыстығы көтеріліп қалтырай бастады. «Апатай, тоңып жатырмын. Үйге қайтайықшы» деп сыбырлады ол Әминаның құшағында. Әминаның көзінен жас сорғалап, анасының ақырғы рет киіп кеткен шәлісімен сіңлісін орап жатты. Сол сәтте ол сырттан ағасы Самат пен Гүлбанудың сыбырласып сөйлескенін естіді. «Самат, мына қыздардың үйін сатып жібердің бе?» деді Гүлбану сыбырлап. «Иә, ақшасын алдым. Қарыздарымды жаптым, қалғанына жаңа көлік аламыз» деді ағасы салқын қандылықпен. Әминаның төбесінен жай түскендей болды. Олар тек ата-анасынан ғана емес, барар жер, басар тауынан да айырылған екен. Енді бұл тозақтан құтылудың жалғыз жолы қашу. Бірақ қайда? Қалай? Күздің қара суығы ерте түсті. Ауылдың кешкі желі ескі қораның жарық-жарығынан гуілдеп кіріп, екі қыздың сүйегінен өтеді. Әмина үстіндегі жұқа жейдесін шешіп, қалтырап жатқан Аружанның үстіне жапты. Оның өзі көкпеңбек болып тоңып тұрса да, сіңлісінің амандығын ойлады. «Апатай, қарным ашып барады.
Бір тілімнен болсашы деп сыбырлады Аружан, оның даусы сондай әлсіз шықты. Әмина шыдай алмады. Ол Гүлбанудың ұйықтап қалғанын күтіп ас үйге ұрланып кіруге бел буды. Сырттағы қараңғылықтан қорқа-қорқа үйдің есігіне жақындады. Терезеден ішке қараса, ағасы Самат пен жеңгесі Гүлбану дастархан басында шай ішіп ақша санап отыр екен. Самат, мына Әмина бой жетіп қалды. Босқа ас ішіп аяқ астында жүргенше, оны бір пайдаға асыру керек деді Гүлбану шайын сорт еткізіп ұрттап. Самат темекісінің түтінін будақтатып, не айтпақсың? Деді салқын ғана. Ауыл шетіндегі Дәулетбай бар ғой. Соның жалғыз ұлы маскүнем болса да ақшасы көп. Соған Әминаны берсек, Дәулетбай бізге жақсы ақша беремін деп отыр. 40 000 доллар. Соған біз қаладан пәтер алып, мына ауылдан бір жола көшеміз. Ал кішкентайын балалар үйіне өткізе саламыз. Әминаның басы айналып құлап қала жаздады. Оның өз қаны, өз ағасы оны мал сияқты сатпақшы. Ал жалғыз сіңлісін тірідей жетімханаға жібермек. Көзінен жас сорғалап аулаға қарай қашты. Ол қораға кіріп Аружанды құшақтай алды. Жылама, жаным. Біз мұнда қалмаймыз. Ертең түнде қашамыз. Түсіндің бе? Ешкімге тіс жарма. Дәл сол сәтте есік теуіп ашылды. Гүлбану қолына қамшы ұстап кіріп келді. Әй, не істеп отырсыңдар сыбырласып? Ұрлыққа түспексіңдер ме? Мә, сендерге нан. Деп жерге, малдың тезегінің жанына бір үзім кепкен нанды лақтырып жіберді. Жетімдердің жегені желкесінен шықсын. Әмина нанды алып, шаңын қағып, Аружанға берді. Өзі жемеді. Оның тамағынан ас өтпейтін еді. Түнде о анасынан қалған жалғыз алтын сақинаны сипап отырып, анашым, бізге күш берші. Ертең біздің соңғы мүмкіндігіміз деп күбірледі. Таңға жуық Әмина ескі сөмкеге бір ауыз киім мен жарты бөтелке суды жасырып тығып қойды. Бұл олардың бостандыққа немесе одан да сорақы қорлыққа барар жолындағы соңғы дайындық еді. Түн ортасы. Ауыл маңын қалың тұман басқан, айнала құлаққа ұрған танадай тыныш. Тек ауладағы төбет иттің мезгіл-мезгіл ыңсылаған дауысы ғана естіледі. Әмина көз ілмеді. Оның жүрегі кеудесіне сыймай, дүрс-дүрс соғып тұр. Бұл олардың жалғыз мүмкіндігі. Егер қазір кетпесе, ертең оны бейтаныс адамға сатып жібереді, ал сіңісінен мәңгілікке айырылады. Аружан, тұр. Жайлап Әмина сіңісінің иығынан сілкіледі. Аружан ұйқылы ояу көзін ашты. Оның кішкентай денесі суықтан қалтырап тұр еді. Олар демдерін ішіне тартып, қораның ескі есігін жайлап ашты. Темірдің шиқылы түн тыныштығын бұзғанда Әминаның зәресі ұшты. Олар тас қараңғы ауламен жүріп, үлкен үйдің тұсынан өте бергенде, Гүлбанудың бөлмесіндегі жарық жалт ете қалды. Тоқта! Деп сыбырлады Әмина сіңлісін бауырына басып. Екеуі жерге жата қалды. Бірнеше минуттан соң жарық қайта өшті. Қыздар қоршаудың астындағы тар тесіктен өтіп ауыл шетіндегі қара жолға шықты. Олар жүгірді. Соңына қарамастан өкпелері өшкенше жүгірді. Аружанның жұқа бәтеңкесінің табаны тесіліп, тастар аяғын тілсе де, ол дыбыс шығармады. Оның тек апасының қолынан айырылмауды ғана ойлағаны көзінен көрініп тұрды. Кенет арттарынан машинаның жарығы көрінді. Және бір емес, екі бірдей фардың жарығы жолды тіліп өтті. Бұл Самат ағаң. Тез, сайға тығылайық. Әмина сіңлісін жетектеп, жол жиегіндегі терең орынға құлады. Машина олардың тұсынан баялап өтті. Ағасының ашулы дауысы естілді. Қайда кетті ол арамтамақтар? Алысқа ұзамайды, тауып алсам, екеуінің де аяғын сындырамын. Аружан Әминаның мойнына асылып, өксігін баса алмай жылап жіберді. Әмина оның аузын қолымен басты. Қорқыныш пен үрей қыздарды билеп алды. Машина алыстап кеткенше олар демалмай жатты. Апатай, бізді өлтіреме? Деп сыбырлады Аружан. Жоқ, жаным. Мен тірі тұрғанда саған ешкім тиіспейді. Жүр, тас жолға шығуымыз керек. Олар қараңғы орманды аралап, тікенді бұталарға киімдері жыртылып, бет аузын сызып, үлкен тас жолға жетті.
Әминаның қолында анасынан қалған алтын сақина ғана бар еді. Ол жол жиегінде тұрып кез келген көлікті тоқтатуға дайындалды. Бірақ бұл уақытта тас жолда тек үлкен жүк көліктер ғана зымырап өтіп жатқан болатын. Әмина жолдың ортасына шығып қолын жайды. Ол қазір көлік тоқтамаса ағасының қайта оралып, оларды ұстап алатынын білді. Кенет алыстан алып жүк көлігінің жарығы жарқырады. Жүк көлігінің алып дөңгелектері Әминаның алдында бір-ақ тоқтады. Тежегіштің ашы дауысы түн тыныштығын бұзып айналаны түтін басты. Кабинадан еңгезердей қара кісі түсіп қыздарға қарай аяңдады. Есің дұрыс па, қыз? Өлгің келе ме? Деп ақырды жүргізуші. Бірақ жарыққа жақындағанда алдында тұрған үрейден көздері шарасынан шыққан, үсті басы жыртылған екі қызды көріп сөзі іркіліп қалды. Ағатай, өтінемін. Бізді ала кетіңізші. Қайда болса да тек осы жерден алысқа. Әминаның даусы дірілдеп көзінен жас сорғалады. Аружан болса апасының етегіне тығылып дыбыссыз еңіреп тұрды. Жүргізуші айналасына қарап, алыстан көрінген машинаның жарығын байқады. Ол бірдеңені сезгендей, тез кабинаға кіріңдер, деді де қыздарды жоғары көтеріп мінгізіп жіберді. Көлік орнынан қозғала бергенде арттарынан ағасы Саматтың көлігі жетіп келді. Самат жолды бөгеп тоқтатпақ болғанымен алып жүк көлігі тоқтамастан зымырай жөнелді. Айнадан Әмина ағасының көліктен түсіп, жұдырығын түйіп айғайлап қалғанын көрді. Құтылды. Бірақ бұл құтылу ма, әлде жаңа қауіп пе? Кабинаның іші ыстық, темекі иісі аңқиды. Жүргізушінің есімі Мұрат екен. Ол жол бойы ештеңе сұрамады, тек қыздарға артқы орындықтағы есі күртесін беріп, ұйықтаңдар, қалаға дейін әлі 5 сағаттық жол бар, деді суық қана. Әмина ұйықтай алмады. Ол Мұраттың әрбір қимылын бағып отырды. Бұл адам кім? Бізді полицияға бере ме, әлде ағама қайтарып бере ме деген ой маза бермеді. Бір кезде Мұрат телефонмен біреуге хабарласты. Иә, екеуін де алып келе жатырмын. Күтіп алыңдар. Тауар таза, деп сыбырлады. Тауар? Бұл сөз Әминаның жүрегін мұздатып жіберді. Ол Мұраттың қайырымды жан емес, қыздарды саудалайтын қылмыскер екенін түсінгендей болды. Қорқыныш оны қайта биледі. Ол жайлап Аружанды түртті. Аружан, ұйықтама. Көлік тоқтағанда қашуымыз керек. Таң ата жүк көлігі қаланың шетіндегі ескі қоймалардың жанына тоқтады. Сыртта 2-3 ер адам күтіп тұр екен. Мұрат есікті ашып, түсіңдер, келдік, деді. Әмина Аружанның қолынан қатты қысып секіріп түсті де, қойманың арасымен қалаға қарай жанталаса жүгіре жөнелді. Артынан әй, тоқтаңдар. Қайда барасыңдар деген айғай естілді. Олар соңына қарамады. Алдарында бейтаныс, суық әрі үлкен қала Алматының алғашқы шамдары көрініп тұр еді. Олар құтылдық деп ойлады, бірақ нағыз қорлық өмір енді басталып жатқан еді. Алматы түрлі түсті шамдар, ағылған көліктер мен асыққан адамдар. Бірақ бұл сұлулық Әмина мен Аружан үшін мүлдем басқаша көрінді. Олар үшін бұл қала мейірімі жоқ, тас қабырғалы алып зындан сияқты еді. Жүк көлігінен қашып шыққан қыздар вокзал маңына жетті. Үсті басы шаң, киімдері жыртылған, көздері үрейден бозарған 2 жас қызға ешкім назар аудармады. Қалада әркім өз қайғысымен әуре. Апатай, аяғым ауырып тұр. Тұра алмаймын. Аружан вокзалдың су орындығына сылқ етіп отыра кетті. Оның табаны тілініп, қаны сорғалап тұр екен. Әмина сөмкесін ақтарып, соңғы жұтым суды сіңлісіне берді. Оның қалтасында бар жоғы 500 теңгемен анасынан қалған алтын сақина ғана қалды. Ол вокзалдың маңындағы дүкенге барып, ең арзаннан мен бір дана бинт алды. Аружанның аяғын таңып жатып, Әмина өксігін әрең тыйды. Шыда, жаным. Енді бізді ешкім таппайды. Мен жұмыс табамын, деді ол өзінде, сіңлісінде жұбатып. Бірақ жұмыс табу оңай болмады. Қайда барса да құжат сұрайды. Ал құжаттары ауылда ағасының қолында қалған. Әмина амалсыз базар маңындағы асханалардың есігін қақты.
Апай, өтінемін, ыдыс жуайыншы. Ақша керек емес, тек сіңлім екеумізге тамақ берсеңіз болды деп жалынды ол бір еңгезердей әйелге. Әйел оған жиіркенішпен қарап, қаңғыбастар керек емес. Кет ары, клиенттерді үркітесің. Деп есікті тарс жапты. Күн батып қалаға түн орнады. Вокзалдың ішінен полиция оларды құжатың жоқ деп қуып шықты. Қыздар вокзал сыртындағы ескі бетон плиталардың арасына тығылып бір-бірін жылтып жатты. Түнде қаңғыбас иттердің арсылы мен мас адамдардың айғайы естілгенде, Әмина Аружанның құлағын қолымен басып, ішінен дұға оқыды. Сол түні Әмина маңызды шешім қабылдады. Ол таң ата зергерлік дүкенге барып, анасының ақырғы белгісі алтын сақинаны өткізді. Ол сақинаның құны анасының махаббатындай шексіз еді, бірақ Аружанның өмірі одан да қымбат болатын. Алған ақшаға ол ескі подвалдан бөлме жалдады. Ол жерсіз, қараңғы, егеу құйрықтар жорғалап жүрген жер еді. Бірақ бұл олардың алғашқы үйі болатын. Апатай, біз енді далада жатпаймыз ба? Деп сұрады Аружан үмітпен. Жоқ, жаным. Бірақ мен күні бойы жұмыста боламын. Сен есікті ешкімге ашпа, деді Әмина. Ол базарда жүк тасушылардың тамағын дайындайтын жерге ыдыс жуушы болып орналасты. Күніне 12 сағат мұздай сумен ыдыс жуып, қолы ісіп кетсе де, ол қуанды. Себебі кешке үйге бір пакет қалған құтқан тамақ пен бірнеше тиын алып келетін. Бірақ Әмина білмеді. Ол жұмыс істеп жүргенде олардың жертөледегі мекенжайын біреу бақылап жүрген еді. Және ол адам ағасы Самат жіберген тыңшы болатын. Қашу, қорқыныш және жертөледегі жаутаңдаған күндер Әминаны әбден қажытты. Бірақ тағдыр оларды бір жола тұңғиыққа батырып жіберуге қимағандай, күтпеген жерден бір есік ашылды. Сол күні Әмина базар маңындағы кішкене ғана Ана Мейірім атты асхананың алдында еден жуып жүрген еді. Қолы суықтан жарылып, қан шығып тұрса да, ол тоқтамады. Оның әрбір қимылын асхана иесі, егде жастағы, жүзінен нұр тамған Рахима апа бақылап тұр екен. Балам, бері келші, деді Рахима апа жұмсақ дауыспен. Әмина қорыққаннан шелегін құшақтай алды. Ол қаладағы адамдардан тек айғай мен қорлық күтуге үйреніп қалған еді. Қорықпа, мына қолың не болып кеткен? Жүр, ішке кір. Рахима апа Әминаның жарылған қолдарына дәрі жағып таңып берді. Сосын алдына ыстық сорпа мен жаңа піскен нан қойды. Әмина алғашқы қасықты ұрттағанда көзінен жас тоқтамай ақты. Бұл тамақтың дәмі емес, адамның мейірімі. Менің де сендей қызым болған. Тағдыр оны менен ерте алып кетті, деді Рахима апа күрсініп. Сенің көзіңнен үлкен қайғы көріп тұрмын. Айтшы, кімің бар? Әмина бәрін айтып берді. Ауылдағы ағасының сатқындығын, Аружанның аурушаң болып қалғанын, жертөледегі егеу құйрықтар мен суық түндерді. Рахима апа тыңдап отырып, жаулығының ұшымен көзін сүртті. Бүгіннен бастап ол жертөлеге жоламаңдар. Менің үйімнің жанында кішкене жазғы үйім бар. Соған көшіңдер. Маған асханада көмекші керек, ал сіңліңді мектепке орналастыруға көмектесемін. Менің таныс заңгерлерім бар, құжаттарыңды реттейміз. Сол сәтте Әминаның иығынан ауыр жүк түскендей болды. Олар алғаш рет таза төсекте ұйықтады. Аружанға Рахима апа жаңа киімдер мен кітаптар сыйлады. Қыздардың өміріне күн сәулесі түскендей болды. Аружанның жүзіне қан жүгіріп қайтадан күле бастады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні асханаға қара көзілдірік таққан, суық жүзді екі ер адам кіріп келді. Олар Әминаның суретін Рахима апаға көрсетіп, осы қызды көрдіңіз бе? Бұл іздеудегі қылмыскер ағасының ақшасын ұрлап қашып кеткен, деді өтірік айтып. Әмина ас үйдің тасасында тұрып қалтырап кетті. Ағасы Самат берілер емес. Ол Әминаны тауып, Дәулетбайдың маскүнем ұлына сатып, уәде етілген ақшаны алғысы келеді. Самат қалаға өзі келген екен. Ол қазір қаланың көшелерін аралап, олжасын іздеп жүр. Рахима апаның жылы үйінде өткен бірнеше апта қыздар үшін жұмақтай көрініп еді. Аружан мектепке бара бастады, бетіне қан жүгірді. Алайда өткен күннің көлеңкесі оларды бәрібір тауып алды.
Сол күні кешкісін Әмина асхананы жинап жатқанда есіктен таныс суық иіс кіргендей болды. Темекі мен арзан әтірдің иісі. Ол артына бұрылғанда табалдырықта тұрған Самат ағасын көрді. Оның көздері қанталаған, жүзінен ашу мен ашкөздік есіп тұрды. Таптым ба, арамтамақ? Самат мысқылдап күлді. Сонша жерге қашып, осы жерде еден жуып жүрсің бе? Жүр, үйге қайтамыз. Дәулетбайдың баласы сені күтіп әбден сарғайды, ақшасы да дайын. Әмина қолындағы шүберекті қатты қысып артқа шегінді. Мен ешқайда бармаймын. Сіз мені саттыңыз, үйімді тартып алдыңыз. Менің енді сіздей ағам жоқ. Самат ақырып жіберіп, Әминаның шашынан тартып сыртқа сүйрей жөнелді. Дәл осы кезде Рахима апа араша түспек болып жүгіріп шықты. Жібер қызды. Бұл не бассыздық? Қазір полиция шақырамын. Шықпа араға, кемпір. Бұл менің қарындасым, өз еркін біледі. Самат Рахима апаны итеріп жіберді. Қария жерге құлап түсті. Мұны көрген Әминаның бойында бұрын-соңды болмаған айбат оянды. Ол Саматтың қолын тістеп алып, жанында тұрған ауыр темір подносты алып, ағасының басынан періп жіберді. Самат теңселіп барып қабырғаға соғылды. Аружан, қаш! Полицияға жүгір! Деп айғайлады Әмина, бірақ Самат есін тез жиып, Әминаны жерге жығып, буындыра бастады. Сен менің ақшамсың. Сені өлтірсем де алып кетемін. Деп ысылдады ол. Дәл осы сәтте сырттан сирена дауысы естілді. Аружан мектептен келе жатып, Рахима апаның таныс заңгер мен полиция қызметкерлерін ертіп келген екен. Полиция Саматты бірден басып қалды. Самат айғайлап қарсылық көрсеткенімен оның қолына кісен салынды. Рахима апаның заңгері алға шығып, Самат мырза, сізге тек қана бұзақылық емес, адам саудасы, кәмелетке толмағандардың мүлкін заңсыз иемдену және қорлық көрсету баптары бойынша айып тағылады. Сіздің барлық қылмысыңызды ауылдағы куәгерлер мен құжаттар растап отыр, деді суық қана. Саматты алып кеткенде Әмина жерге отыра кетіп еңіреп жылап жіберді. Бұл қорқыныштың емес, бостандықтың жасы еді. Рахима апа мен Аружан оны құшақтап үшеуі ұзақ тұрды. Енді бәрі бітті, балам. Енді ешкім сендерге тиіспейді, деді Рахима апа. Түн батты. Бірақ бұл түн қыздардың өміріндегі алғашқы тыныш түн еді. Олар енді қашпайды, жасырынбайды. Олар енді еркін. Арада 8 жыл өтті. Алматының жайма шуақ көктемі. Қаланың орталығындағы зәулім ғимараттардың бірінде мейірім атты ірі қайырымдылық қоры мен заманауи мейрамханалар желісінің кеңсесі орналасқан. Бұл кеңсенің иесі бүгінде аты танымал кәсіпкер, парасатты Әмина болатын. Әмина терезе алдында тұрып, ағылған көліктерге қарап ойға батты. Оның есінде әлі де сол суық қора, жеңгесінің қатал дауысы және қала вокзалындағы үрейлі түндер сайрап тұр. Бірақ бүгін ол мүлдем басқа адам. Ол Рахима апаның көмегімен білім алып, аспаздық өнерді меңгеріп, кейін өз кәсібін ашты. Оның басты мақсаты өзі сияқты қиындыққа тап болған қыздарға көмектесу еді. Кенет есік ашылып, бөлмеге сұңғақ бойлы, көздері оттай жанған бойжеткен кіріп келді. Бұл биыл университетті заңгер мамандығы бойынша үздік тәмамдап жатқан Аружан еді. Апатай, дипломымды алдым. Аружан Әминаны келіп құшақтады. Мен енді ресми түрде қорғаушымын. Ешбір жетімнің құқығы тапталмау үшін жұмыс істеймін. Әмина сіңілісінің маңдайынан иіскеді. Оның баяғыдағы боп-боз, қорқыныштан дірілдеген кішкентай сіңілісінен ізде қалмаған. Аружан өзіне сенімді, әділдік үшін күресуге дайын нағыз маман. Рахима апамыз көре алмады ау, деді Әмина даусы сәл дірілдеп. Рахима апа осыдан 2 жыл бұрын дүниеден өткен еді. Ол өзінің асханасы мен үйін қыздарға мұра етіп қалдырған болатын. Әмина сол ескі асхананың орнына үлкен мейрамхана салып, атын Рахима деп қойды. Сол күні кешке олар ауылға барды. Бірақ бұл жолы қорқып емес, жеңімпаз ретінде.
Ағасы Самат әлі де түрмеде отыр еді, ал Гүлбану жалғыз қалып, үй-жайы тозып, ауыл жұртының алдында беті қара болып қалған. Қыздар әке-шешесінің зиратына барып Құран оқытты. «Әке, ана, біз шыдадық. Біз жеңдік» деп сыбырлады Әмина мазардың басында. Қайтар жолда Аружан Әминаның қолынан ұстады. Әминаның қолында баяғы сатылған алтын сақинаның дәлме-дәл көшірмесі жарқырап тұр еді. Ол бұл сақинаны өзіне өзі тапсырыспен жасатқан, бұл оның төзімділігі мен жеңісінің символы болатын. Қорлық өмір аяқталды. Енді олардың алдында тек жарық жол мен бақытты болашақ күтіп тұрды. Өйткені ең қараңғы түннің өзінен кейін міндетті түрде шуақты таң ататынын олар енді жақсы біледі.